Бүгін 4-ші сабақ. Келесі иегімізді тігетін боламыз. Яғни 4 қызыл, 1 сары, 1 хрусталик және 1 пайетке алып тігеміз. Яғни өлшеп аламыз бірінші. Айналдырып тігетін боламыз. Инені жанынан 1-2 мм қашыққа аламыз, себебі хрусталикті жанынан тіккен кезде бір-біріне теріп әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Тура солай қайталаймыз. 4 қызыл бисер, 1 сары бисер, 1 хрусталик и пайетке аламыз сары. Сәл 1-2 мм алшақ алып отырамыз. Сонда бәрі бір-бірімен рет-ретімен түсетін болады. Дәл қазір көргендеріңіздей иненің жанынан аламыз. Дәл осылай айналдыра қайталап шығамыз. Келесі үстінде мынау иіріліп жатқан иірімді тігетін боламыз. Ол үшін бізге 3 сары бисер, 1 қызыл бисер, 1 сары бисер қажет болады. Алдымен тікпей жатып өлшеп аламыз. Суретте сызылған сызықтың бойымен тігетін боламыз. Жанындағы бисерден 1 мм жоғары немесе екінші бисердің жанынан иемізді шығарып аламыз. Сөйтіп тігетін жерде 1 мм қашықтықта алшақтатып тігетін боламыз. Осы ретті сақтап аяғына дейін тігеміз. Сәл жақын тігіп қойсаңыз, моншақтар бір-біріне сыймай, көтеріліп, жаман көрініп қалуы мүмкін. Сондықтан 1 мм алшақ қылып, тура осы ретпен тігетін боламыз. Келесі жемчуг тігетін боламыз. Дәл осы иірімнің үстінде, осы алдында ортасында тіккен жемчуг сияқты, тура сол техникамен тігеміз. Мен видеоға түсіргенім өшіп кетіпті. Сіздер дәл осылай рет-ретіменен тіксеңіздер болады. Келесі оюымыздың соңғы бөлігін тігетін боламыз, айналдырып. Оған алдында тігілген техникамыз қолданылады. Жібімізді дәл төбесінен, яғни суреттің төбесі сызылған сызықтың бойынан, қосылған жерінен жібімізді алып шығамыз. 3 қызыл, 1 сары, 1 хрусталик, 1 пайетке аламыз. Бұл жерде жіпті моншақты ішке қарай тігетін боламыз. Яғни бірінші өлшеп аламыз. Қай жерге сәйкес келеді, сол жерге иемізді тігеміз. Келесі жанынан аламыз. Тағы да 3 қызыл, 1 сары бисер, 1 хрусталь, 1 пайетке алып, суретті айналдыра тігетін боламыз.
Дәл осы техникаменен осы оюды айналдыра, жемчугты айналдыра тігіп бітіреміз осы жерді. Қыздар, енді осы жемчугтың астынан, яғни ақ моншамыздың астынан дәл ортасындағы техника сияқты рет-ретімен үлкенінен кішісіне қарай ақ моншақтарымызды тігіп шығамыз. Яғни екі үлкендеу ақ моншақ аламыз. Одан кейін екі кішкентай орташа моншақ аламыз. Яғни рет-ретімен тігіп шығамыз. Алдында бірінші сабақта көрсеткен бірінші сол техниканы қолданып тігіп шығамыз. Аяғына дейін до конца тікпейміз. Яғни біздің стразовый лентамыз біткен жерге дейін әдемілеп тігіп шығамыз. Келесі оюымыздың ортасын дәл осындай сары етіп, қызыл оюды айналдыра тігіп шығамыз. Ол үшін бізге 6 сары бисер жемчугымыздың жанынан аламыз. Яғни тік етіп өлшеп аламыз да, қай жерге сәйкес келеді, сол жерге инемізді тігеміз. Келесі инемізді осы 6 бисердің дәл ортасынан инеміз шығарамыз. Моншақтарымыз иненің артында қалу керек. Дәл осы видеодағыдай тігесіздер. Жібіміздің артында қалу керек. Тағы да 6 сары бисер аламыз. Яғни бисерімізді тартып тұрып, қай жерге тіркеледі, сол жерге тігеміз. Әр тіккенімізде осы 6 бисердің дәл ортасынан инені шығарып отырамыз. Яғни бисерлеріміз иненің артында қалып отыру керек. Бұны аяғына дейін тігіп шығамыз. Дәл осы техникамен аяғына дейін тігіп шығатын боламыз. Оюым ортасы бос болмау үшін осы жерге ақ моншақты тігетін боламын. Яғни моншақты әдемілеп бекітіп аламыз. Астын айналдыра бисермен тігетін боламыз. Бисермен тіккен кезде 3 сары бисер, 1 қызыл, 1 сары, 1 қызыл хрусталь и пайетке алып, тартып тұрып, дәл ортасына келтіріп тігеміз. Келесі осы жерден бекітіп аламыз. Қимылдап кетпеу үшін жібімізді бекітіп аламыз. Инемізді, яғни қызыл хрустальдың ортасынан алып шығамыздағы 1 сары, 1 қызыл, 3 сары бисер алып, кері қайтып, кері жемчугтың жанынан тігеміз. Сонда бізде моншақты айналдыра әдемі болып тігіліп шығады. Осылай тігіп шығамыз.
жанынан бос орын көрініп тұрғандықтан біз ол жерді 3 сары, 1 қызыл, 1 сары бисерменен жанын көрсетпей тігетін боламыз. Яғни алдында тігілген хрустальдың жанынан өткіземіз. Келесі дәл сол ретпен қайтамыз. 1 сары, 1 қызыл, яғни 3 сары бисерді қосып, кері қайтып тігеміз. Сонда бізде бос орын көрінбейді. Дәл осылай қайталап тігеміз. Сіздерге сабақ ұнаған болса, менің каналыма жазылып, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға қалдырсаңыздар болады. Ұнап жатса лайк басып қойыңыздар.